Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатындағы Қобыланды Батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын радиожурналист Мұхаммедали Болатұлының отбасынан қабыл алып, филология ғылымдарының кандидат доцент ғалым Ақжігіт Әлібекұлының отбасына және филология ғылымдарының кандидаты доцент шығыстанушы ғалым Мұхит Салқынбаевтың отбасына арнайы жолдаймыз. Қобыланды елге барғанда, қаланы өзім алдым дел, олжаны өзім салдым дел, босқа кел, бос кетті, қиятты мұнсан нүкел дел. Әлі кімге жетер деп, Қобыланды елге салбаса, қадарымыз кетер деп. Жалғыз атты қыпшақты өлтіріп кетсек нетер деп, далада отырған көп жаман, қобыл екеме бойырды, бойырғанмен не қылсын? Күңкіл десіп көп жаман, түн ортасы болғанда, күңкілдің арты қойылды. Айтса да қылмады, мұға да қамы болмады.